Әлия қаншадасыз? Мен 40-тамын. Әлия 40-та, құрдасыз почти. Әлия Астанадан келіп отыр. Маған бір ай бұрын звондадыңыз, иә? Иә, бір ай бұрын. Бір ай бұрын звондап, WhatsApp-та аяғын опқыл кішкене көрсетші. Енді қазір колготки киіп алдым. Колготки киіп отыр, бірақ бір бөлек опқыл тұр аяғында. Тізеден тобыққа дейін, иә? Сырт жағында бүйтіп опқыл шығып тұр, 19 жыл болған, иә? 19 жыл. Әлияның договоры қайда? Тек сонымен келдің ғой? Иә. Сосын мен Әлияға, енді ол опқыл болса, ондай қорқыныш үрей болса, Әлия сабақты оқып алса, сосын сенде қорқыныш үрей болмайды дедім. Сосын Әлиямен бірінші жолдасың екеуін айтпақшы, жолдасы екеуі келіп бір апта бұрын, оқудан бір апта бұрын келіп консультация алды. Жолдасы өте санасы ояу, көз ашық кісі екен, бірден Әлияны көндірді. Тұрсынғұл ханмен емделейік, 19 жылдан бері жазылсақ жазылып кетпедік бар, иә? Сосын Әлияны көндіріп бізге алып келді. Әлия оқыды, бірақ ем алып жүр, оқу кішкене ауыр болды да, Әлия оқуды. Иә, теория жағын оқыдым да, былай практикаға бара алмады, өйткені жұмысын жалғастыру керек болды деді. Бірақ теорияның өзі көптеген пайдасы тиді. Себебі былай қарағанда енді бір күнделікті өмірде білетін нәрселеріміз сияқты ғой, жаңа аяқты суға батыру, жылы ұстау деген сияқты, тамақты жылы жеу. Бірақ ана соңында қандай нәтиже беретінін түсіндіңіз? Иә, соның нәтижесін қаншалықты пайдалы екен, жалпы өзімізге, бала шағамызға қаншалықты пайдалы екен, бір санамыз ашылды сол кезде. Теорияны түсінгеніңіз, иә? Тағам және сабақ тыңдадыңыз ба? Тыңдадым, иә. Осылай, өте ауыр науқас кісілер ең жақсы күнделікті майда шүйде өмірдегі өзіміздің күтіміміз денсаулыққа қалай әсер беретінін былай қарасақ бәріміз білеміз, бірақ терең түсінбейміз. Теория тыңдаған кезде бұл кісілер терең түсінеді да, содан кейін барып өз-өзін қолға алады. Адамды емдеп жатқан кім? Өзіміз. Өзіңіз. Негізгі менде мысалға врачтар маған физический жаттығулар жасауға вообще мүлдем болмайды деген. Жаңағыдай лестницамен мініп түсу, не тек қана суда жүзуге болады, содан қалғанының барлығын жасамайсыз деп айтқан. Бірақ ана сіздің айтқаныңызбен мен немен түсіп шықтым, лестницамен мініп түскенімде мен басында қорыққан тамырларым жарып кететін шығар деп, шынымды айтсам, керісінше басыла бастады. Басыла бастады. Иә, басыла бастады. Дене қызды, жеңілденді. Содан енді көптен жаңағыдай физически не жасамағандықтан денемізді бүйтіп қатып қалған ғой. Басында приседанияны 3-4-ден артық жасай алмайтын. Қазір өз-өзімді аяйды дедім. 15-ке дейін жеткіздім. Тамаша. Әлі аз. Иә, енді аз, бірақ андай шынымды айтайын, басында андай болды, өз-өзімді аядым кәдімгідей. Сосын бір не болды, бір тамырларым жарылып кете ма деген сияқты бір. Анау информация тұр ғой мида. Иә, мида тұр, өйткені врачтар неше түрлі нелерді құйып тастаған ғой. Мен енді бұған дейін 19 жылдың ішінде Алматыда емделдім, Сызғановта, одан кейін Түркияда емделдім, Россияда емделдім, Германияға жібердім өзімнің нелерімді, жаңағы диагноздарымды. Енді барлық олар ешқандай үміт бермеді. Керісінше жаңағыдай осымен өмір сүресіз, осылай болады деген сияқты нәрселер айтты да. Бірақ та жаңағы үмітсіз шайтан дейді ғой. Осы себепті нүктені тауып, сіздің көптеген жаңа инстаграмда видеоларыңызды көріп, енді маған қатты түрткі болған нәрсе сізден жаңа эпилепсияны емделіп шыққаны. Өйткені өзімнің де бір ағам эпилепсиямен ауырады. Қатты соны естеп, бірінші ағама жібердім соны. Барсаңыздар деген сияқты. Сосын өзім ойлана бастадым, өзім неге барып көрмес екен. Сосын сізден консультация алдым онлайн. Содан кейін жолдасымыз екеуміз келдік. Жолдасымызбен келген кезде, жолдасым сізді тыңдағаннан кейін ол кісі бірден оны түсінді. Жақсы болады, емделеді, мен қатты сенемін деді. Сосын мені көндіріп алып кетті. 10 күннен кейін мен кетемін деп шықтым. Бірақ жолдасымның бір несіменен жаңағындай жігерімен жүрдім. Аллаға шүкір, қазір енді әлде де уақытты талап етеді, өйткені енді бұл ауру кеше пайда болған ауру емес. 19 жыл болған уақыт. Әлде де қазір қандай өзгеріс бар? Аяғым біраз жұмсарды. Жұмсарды, иә? Орны қатты болып, сосын сап-салқын болып тұратын еді. Қазір жылыды, сосын жұмсарды. Сосын жолдасым сырт көзге көрінеді ғой. Жолдасым айтады, аяғымның түсі өңі бірден. Иә, бір минут. Әлияны бір жатқан кезде білесіз бе? Мен барып ұстадым ғой. Ұстаған кезде Әлияның опықылы өзі мынандай үлкен ғой. Соның бір шеті бір қарайып тұр да, сол жер мұздай болып тұрды, иә? Сол жер өзгерді, иә? Өзгерді, иә. Бүйтіп жылы бір жаңғыр келді. Тамаша. Мен Әлияға айттым, бұл опықылың или сыртқа жарып шығады,
или ағза өзі жаймен тазалап ыдыратып жібереді. Былай қарасақ жармайтын сияқты, иә? Ақырын ыдырап жоқ болар ма екен? Енді жайлап бүйтіп ана не ісіп бүйтіп басылып келе жатыр. Басылып азайып жатыр. Ол жаңа терімен кетіп жатыр ма, әлде өзімен ыдырап жатыр ма, оны енді біралар біледі. Бірақ өзгеріс Аллаға шүкір бар. Сіз маған WhatsAppта жіберген бірінші суреттеріңіз бар? Қазір ренжімесеңіз бір фотоға түсіре салайық, иә? Той постап көрейік, иә? Мен басқа бөлмеде. Жақсы, иә. Сол міне, не айтасыз енді? Оқу өте қажет, иә, халыққа? Оқу өте қажет, ауадай қажет. Негізгі мысалы көп, мен өзім мынандай бір тұжырымға келдім да, біздің ауруларымыздың көбі, біздің шынымызды айтсам, еріншектігіміздің бір несі да, салдары. Енді былай арағанда аяқты денсаулыққа селқос қараған. Аяқты жылысуға батырудың өзі ол бір қарапайым дүние ғой. Қандай ем, біз соны жаңағыдай мысалға алдында айтып жатыр, бала көтеріп кетіп жатыр соның салдарынан деп та. Біздің ортада көрдіңіз ғой, қанша адам емделіп жатыр. Саламат келді, қандай түнеріп келді ол жерде. Цирроз печени болған, бір 2 күн 3 күннен кейін жарқырап, кәдімгідей әңгімесін айтып сөйтіп кетті. Жаңа буын ауруы жазылды, көрдіңіз ғой. Иә. Аллаға шүкір, енді себеп нүкте орталығына Тұрсынгүл ханымға өте алғысымды білдіремін. Алла сіздерден риза болсын. Халыққа деген, қазағым деген жүрегіңізден айналайын сіздің. Шынымды айтсам, мысалы өзімізден осы қазақ елінде тудық, өзіміз қазақпыз ғой, бірақ дәл сіз сияқты бүйтіп қазақ үшін деп не істеп жүрген нелер өте аз. Қазақтың өзінің осы елдің қанымыз осы жерден шығып, осы жерде жаңа кіндігіміз тамған жер болса да, бүйтіп жүрегімізде ойбай қазағым үшін мынаны жасайын, ананы жасайын деп жүрген адамдар өте аз. Сіз соған қарамастан жаңа елім, болашақ ұрпақ аман болсын, жаңа дендері сау болсын деп істеп жатырған нәрселеріңіз үшін Алла разы болсын сізден. Тоқтамаңыз, ары қарай жалғастыра беріңіз. Ешқандай Алла қуат берсін. Алла тағала қуат берсін. Ешқандай қиындықтарға мойымаңыз. Өйткені халық қолдаған жерде ол барлығы болады. Енді қиындықсыз еш нәрсе болмайды әрине, бірақ та осыған дейін қаншама қиындықтың барлығын төсіп келдіңіз. Енді алдағы уақытта тек қана орталығыңыз көбейе берсін. Қазақстанның бұл кісі мені оқыды, тыңдады, қатты түсініп отыр ғой. Көзіне жас алып тебіреніп отырған. Патриот не екенін енді түсінген жастар. Патриот деген былай сөзбен бар ғой, енді барлығымыздың немізде да. Бірақ та жаңағыдай мен шынымды айтсам сіздің көзіңізден алғашқы сол сабағыңызда көзіңізден қатты бір нені көрдім да, сондай елге деген махаббатыңызды көрдім. Енді бұл білмеймін, ондай махаббатты сезіну үшін мүмкін сыртта тұрып келу керек па, біз жаңа өзіміздің еліміздің қадір қасиетін түсінбей жатырмыз ба, халқымыздың. Бірақ та сол нені сізден қатты көрдім. Түсінбей жатқан адамдар бар ғой. Елін тастап шетелге кетіп жатқан адамдар бар. Қанша оқу біліммен шетелде бар жұмыс жасап жүрген адамдар бар. Білмеймін енді. Мен өзім өмірімнің маңызды, мәні бар жұмыс жасау, елімен игілікті іс жасау. Бұдан артық не керек? Халықтың қамын жеу, халық үшін жұмыс жасау. Ең бастысы мына айтарым, бұлжытпай істеу керек та айтылған нәрсені. Ерінбеу керек, селқос қарамау керек. Мен сізге келіп сабақ тыңда деп жалынғаны сол ғой. Сабақ тыңдағанда жазылып кетеді. Сізде солай. Сабақ тыңдаған ол бәрібір басқаша әсер береді. Өйткені неге адам енді адамның білген адам мен білмеген адам екеуі бірдей емес қой. Екеуінің несі екі түрлі болады барлығы. Ана жерде барып бір тыңдап отырғанда как будто бір білетін нәрселерің сияқты болады, бірақ та шынымен де ол өте маңызды информациялар да. Мысалы ертең сіздің немерелеріңіз бар, жаңағыдай балаларыңыз бар, оларға барып айтасыз, оларға барып істейсіз. Айналадағы көршілер бар деген сияқты бір қарапайым дүниені, бірақ та соның өзін жеткізу өте маңызды екен. Осы ілімді негізі бүткіл қазақ халқымыз үйреніп ұрпаққа жеткізсек, школға пәнға енгізсек, онда біздің қазақтың денсаулығы 10 жыл 20 жылдан кейін науқас болмайды. Біздің еліміз науқасы жоқ, дені сау, сапалы ел болады. Сабырлық пен шыдамдылық керек сосын. Кішкене сабыр сақтап, кез келген ауруды дәрі ішсең де айтады ғой, жаңа грипппен ауырсаң, укол алсаң да 7 күнде емделесің, укол алмасаң да 7 күнде емделесің.
Енді бұған кішкене уақыт талап еткендіктен кішкене сабыр сақтап, айтқанның барлығын жасап, істеп жүру керек. Рахмет сіздерге көп-көп. Сізге де рахмет. Шын пейілмен жаңағы менің ниетімді түсініп экранға шығып халыққа жеткізіп отырғаныңызға. Иншалла енді сізбен бөлісіп отыратын боламын. Жаңағыдай қандай да бір өзгерістер нелер болып жатса. Сізді контроль алып звондап сұрап отырамыз. Бұйырса, Алла Тағала сол күнге жеткізсін деп. Енді барғаннан кейін тұрмыстардың бәрін өзгертесіз. Иә, Бала шағаның бәрін өзгертесіз. Енді былай қарағанда біздер мысалы табиғаттың несіне көп мән бермейді екенбіз, 12-1-ге дейін жүре береміз ғой, ұйықтамай, тіршіліктің несі, анау деп. Бірақ та Алла Тағала енді бізді жаратқаннан кейін біздің немізді жақсы біледі. Біз табиғаттың бір бөлшегіміз ғой. Біздің ағзамыздың жұмыс жасау уақыты, циклі бәрі табиғаттың уақытымен бірдей. Егер соған қарсы шықпай жүрсек, табиғат ұйықтаса біз де ұйықтаймыз. Күн батқанда неге ұйықтауымыз керек? Ауылдық жерлерде сақтайтындар әлі бар. Ерте ұйықтап қалып, физически жұмыс жасап, ерте ұйықтап қалып, таңертең ерте тұрады. Ондай кісінің денсаулығы жақсы болады. Біздер енді қазір мына қалалық өмірде телефон, интернет дейміз да, 12-1-ге жүріп соның барлығы. Енді бірақ оның барлығы сылтау ғой негізгі. Сылтау ғой, адам өз қолында ғой. Адам өз жеңе білу керек қой жаңағы нәрседе. Дұрыс айтасыз. Өзін қолға алып. Жігерлене бастайды, жаңа сен деп отыр. Жоқ, ондайлар тыңдаймыз ғой енді. Харекет керек, харекет болып тұр ғой бізге бір. Харекет керек. Жаңа айтады ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ең жаңа үлкен не жаңа күрес ол өз-өзіңмен күресу. Иә? Өзіңді жеңе білсең, бәрін жеңесің дейді. Өйткені шынымен де біреуге ақыл айтқанда күштіміз ғой. Неге бүйтпейсің? Жасағанда күшті екен деп айтасың, соны жасау керек деп. Ал өзіміз жасамайды. Өзімізден бастауымыз керек екен. Біз де айналадағы жаңағы балаларымызға, өзімізден кіші жаңағы бауырларымызға барлығына үлгіміз ғой. Біз айнамыз олар үшін. Өмірге көзқарас өзгерді ғой. Өзгерді, иә. Үрей қорқыныш жоқ қой. Қазір жоқ. Бақыттысың ғой. Альхамдулилля. Барлықтарыңыз бақытты болыңыздар. Қазақ халқым ешқандай біздің қазақтың семьясында аурудан қасірет қайғы болмау керек. Ешқандай ауырмауымыз керек. Қазақтың денсаулығы мынандай болу керек. Тағы бір айтып кеткім келетін нәрсе, осы жаңа орталықта жасайтын, массаж жасайтын қыздар өзіме таннұр жасап, өте керемет. Қарапайымдылықтары, шынайы жанашырлықтары, мысалы енді больницаларда боламыз, талай мысалы неше түрлі аурулармен жаттық, келетті лақтырып тастап, енді неше түрлі адам болады ғой жаңағыдай, ормалы салатта кетіп қалады, немесе жаңа перевязкасын жасайды да кетіп қалады. Енді олардың барлығын айтпаймын, бірақ жалпы деймін да, енді олардың іштерінде әрине жақсы нелер. Адамның жүрегі қазір қатайып кеткен. Мұндағы орталықтағы сенімен әңгімелеседі, қал жағдайыңды сұрайды. Оның өзі адамға үлкен бір әсер береді да, неге? Өйткені адам өзі бір жерінен қиналып келгенде бір рухани күтеді да, жаңағы жылулықты күтеді. Ең алдымен жүректі емдеңдер деймін мен. Адаммен сөйлесе біліңдер, адамның жүрегін тыныштандырыңдар. Осы орталықта сол нәрсе бар да, мысалы сенімен сөйлеседі, қал жағдайыңды сұрайды, жаңағыдай қалай жасаймын, ыңғайыңа қарап, оның барлығы бар. Аллах разы болсын барлықтарыңыздан. Тек қана өсіп өне беріңіздер. Тоқтамаңыз, жазып кетіңіз, толыққанды айырылысыз. Көп информация құлағыңызға кішкене жетіп жатыр. Рахмет, сау бол. Ем болсын бәрі. Рахмет сіздерге. Сау болсын.